Зерттеу тоқтаған жоқ. Қымбат Досжан Жәнібекке қатысты тың дерек бөлісті. Журналист Қымбат Досжан өзінің инстаграмдағы парақшасына анасын іздеп жүрген Жәнібекке қатысты кезекті жазбасын жариялады. Бұл ретте ол алдымен Жәнібек туралы теріс ақпараттардың тарап кеткенін алға тартып, оның анасы не әкесі әлі табылмағанын ескертті. Бармысың бауырым редакциясы журналистік зерттеу жұмысын толық атқарып шықты. Құжат бермей, аты жөнін өтірік айтып, қолхат жазып, Жәнібек деген ұлын тастап кеткен әйелді ресми құжаттар бойынша Жәнібектің анасы деп жазылған әйелді біз желтоқсанда таптық. Бельгиялық әйел арқалыққа келіп, бәленбай 1000 евро санап бердім деген кісіні де білеміз. Тергеп тексеру ісі жүріп жатыр. Ол құқық қорғау органдарының қолында. Күні бүгінге дейін 28 әйел, бір ер кісі анализ тапсырды. Нәтиже 0%. Тағыда болжамды ана немесе әке болуы мүмкін адамдар бар. Зерттеу тоқтаған жоқ, деді Қымбат Досжан.